Абьюзер. Авторы Ахнабат Айтуова. Бұл шығарылымда бір адамның екі түрлі өмір сатысы туралы әңгіме қозғайтын боламыз. Сонымен бастайық. Тағы кеш, тағы да сол қайталанатын кеш. Таңғы 8:30 мен кешкі 6:30-ға дейінгі уақыт соңғы кезде тіптен тез өтіп кететін болған. Асылайдың күйеуі Бектастың да мінезі қазір сабырсыз, озбыр болып бара жатқандай. Әрберден соң әйелін көлеңкесінен қызғанатын, оның жасаған тамағын аударып тастайтын кездерде болған. Кішкентай қызының жаутаңдап жылағанына да қарамайтын, үніңді өшірде, үлкендер сөйлесіп жатқанда мелшиіп қарап тұрмай, бөлмеңе бар деп қуып жіберетін. Содан кейін ұзақ тергеу басталатын. Бүгін қай дүкенге бардың? Жолда кімді кездестірдің? Маған жазып жіберсең өзім әкелетін нәрсеге неге шықтың? Баланы ойнатып далада неше сағат жүрдің? Ол жақта сендерден басқа кімдер болды? Саған біреу жақындады ма? Көңілің кеткен адам тауып алған жоқсың ба? Асылай бұрындары Бектастың бұл мінезін өзін барынша сүйеді, сосын қатты қызғанады деп ойлайтын. Өзіне үйде отыр, жұмыс жасамайсың дегенін де оның қамқорлығы өзін асырап баққысы келеді деп түсінетін. Оның жекіп сөйлегеніне де мән бермейтін. Ал қолын көтеріп қағып жіберген кездері өзін ұра бастағанда әуелгіде жылап ажырасқысы келіп жүрді. Бірақ Бектас азар да безер болып, жақсы көремін, енді қайталамаймын, ол кезде жұмыстан шаршап келдім, кетпе, сен қасымнан кетіп қалсаң, мен сенсіз өмір сүре алмайым деп сылап сипап алып қалатын. Осылайша бір жылап, бір ренжіп, бір жұбанып жүріп, үлкен қызы да дүниеге келіп өсіп жатты. Шілдеханасы бесік тойы өтіп, төркіндері келіп, арқа-жарқа сол кезде бір қуанған еді. Үйінде қайынатасы өзімен өзі, ешкімге артық әңгімесі жоқ, жылу жүйесінде бөлім басшысы болған бір тоға тұйық мінезді кісі еді. Ал қайыненесі болса, мінезі шәлкестеу, шытынап тұратын. Үйде Бектас айқай шығарып, келіншегімен келісе алмай жатқанда, сабырға шақырудың орнына ұлының қолтығына су бүркіп, Асылайдың шаңын қағып дымын қоймай жататын. Асылай бұл үйде аузын ашып бірдеме айтудан қалған. Бастапқыда қарсы шығып жауап қайтарып еді, күйеуінен таяқ жеп тынды. Қолы батқаны сонша, денесі көзі көгеріп те жүрді. Бірақ бұл үйде келіннің жағдайын ойлап, оның қиналғанына бір адам басын ауыртқан жоқ. Асылайдың әлесінде бұлардың үйінде Құран оқытылып, ағайын туыс көрші қолаңның бір зал лық толы адам келді. Шәй тасып зыр жүгіріп жүрген келінді көрші тұратын Рабиға апа мақтай жөнелді. Айналайын, осы Асылай келіндерің таң атқаннан кешке дейін бір тынбайды. Бір қарасаң кір жайып, бір қарасаң өзі бақшада жүреді. Үйге келе қалсаң салаттың түр-түрін басып тастаған, басын көтеріп алдыңнан бір кесіп өтпейді. Осындай тәрбие берген ата-анаңа рахмет, дегені сол еді. Қайыненесі қаншама жұрттың көзінше шап ете түсті. Қайдағы ата-анасының тәрбиесі? Айуанға тәртіп үйреткен таяқ дей ма? Неменет, Бектастың бір-екі рет таяғын жегесін қайқаңдап тұрып тірлігін істейді да, әйтпесе осы үйге келгенде ақсаусақ болып келген. Рабиға апа қарадай отырып қысылып қалды. Қой Сүбәрі, бір жылдан асты осы келінің келгелі үй ішің тақадай болып, ауладағы баққа дейін жайнап кетті ғой. Келінің туралы бұлай айтқаның не? Бектас неге қол көтереді, тірлігін домалатып отырған адамға? Бір тыным таппайды ғой осы байғұс. Байғұс болса мен үшін болып па? Күйеуге тиюді біледі екен, тірлігінде істесін, жолын үзіліп кетер дейсің бе деп зәрленді Зүбәйрада. Келінің жайнатып қойған дастарханы мен тәтті шайын ішіп отырғандардың тәбеті тартылып қалғандай үнсіз жиырыла қалды. Асылай қалшиып ауыз жақта отырып қалды. Көзінен тамшы жасы сорғалай аға бастағанда орнынан атып тұрып сыртыға қарай жүгірді. Әуелгіде өзімен өзі жылап жүрсе де, енесі мен күйеуінің оспадарсыз дөрекі тілдері, уыттай ашы сөздерін үйде жүріп оңаша еститініне құлағы үйреніп те қалғандай екен. Ал жаңа жұрттың көзінше жерден алып жерге салғаны мұның көрген естігенінің сорақысындай болды. Қасына аналап келген кішкентай қызын құшақтап көзінің жасын сығып алды. Кішкентай ғана қызының жүрегі езіліп, мұның жасқа толы көздерін сүртті. Мама, қорықтың ба деді. Бар әлемде, бар дүниеде мұның жанын түсінетін осы 2 жасқа енді толған қызы ғанадай, сол балапанын құшақтағанда ғана өзіне жұбаныш тапқандай сезімде болды. Есік алдында өзіне өзі келіп болам дегенше қайынінісі шығып, жеңше, сізге еттің қамырын салсын деп жатыр деп табақ тартамыз деді. Бітпейтін тірлік тынымсыз жүгіріске Асылай үйреніп қалған еді. Бұл барын салып барлығы өзім үшін, кейін мінездері басылар,
Менің осы үйге сіңісіп кететініме көздері жеткен соң, мүмкін жағдайы өзгерер деп ойлайтын. Әрбір жасаған тірлігін ынта ықыласымен жасайтын. Бірақ соңында неге екенін өзі де түсінбейтін. Айқай мен көкірекке итеру, қорлау болып аяқталатын. Қорлау емей немене, қит етсе ит терісін басына қаптайтын. Тіптен бұған қатысы жоқ нәрселерге де өздері бір-бірімен ұрысып қалса да, мына қатын келгелі осы үйде ұрыс керіс, осы қатын келгелі біздің жолымыз болмай жүр, осы қатын келгелі менің басым ауруын тоқтатпайтын бір бәле болды деп қарадай отырып миын жейтін. Ондай әңгімелерге жұмыстан келген Бектас та қосылып кетіп, айналып келгенде осының басын ауыртатын. Осылайша жүргенде қайын інісі үйленетін болады. Банктен кредит алып, жиған тергендерін ортаға салып, екінші келінді де түсіреді. Ол келіннің жұрты осы ауданнан жақын жерде болып шықты. Өздері ауқатты тұратын. Үйдің ішін түрлі жиһаздарға толтырып тастады. Келіннің анасы әр нәрсені сылтауратып келіп, енесіне сый-сияпат беріп кететінді шығарды. Күлшелі бала сүймекке жақсы деп, ол келінге көзқарасы басқашалау болды. Асылайға ұрысқандай жекімеді. Оның үстіне қайнысы, Жантастың мінезі де жұмсақ, әлде мейірімділеу ма, Бектаста емес келіншегін аялап отырды. Бір күні дастархан үстінде енесі: бәрің бері қараңдар, Бектас пен Асылай осы уақытқа дейін осы үйде тұрдыңдар. Бақтық, қақтық, енді бөлек шығыңдар. Осы бастан естеріңді жиып, үй саласыңдар ма, сатып аласыңдар ма, әлде пәтер жалдап тұрасыңдар ма, ол сендердің бас ауруларың. Біз кіші ұл мен келінді алып қаламыз. Мына үйге шаңыраққа Жантастар еге болып қалады, деді. Бектас жаман түс көргендей атып тұрды. Не деп отырсың, апа? Қайдағы үй сатып алған? Осы уақытқа дейін менің ақшамды жинауға мұрша бердің бе? Сенің қолыңа әкеп бердім, қалғанын тағы осы үйге жұмсадым. Анасы бірден сөзін кесіп тастады. Немене? Шешеңе берген ақшаңды міндетсіп отырсың ба? Өлмейсіңдер. Ызғып жатқан балдарың жоқ. Бір қызың мен қатыныңды асырай алатын шығарсың. Шаман келмей бара жатса, Асылай да жұмыс істесін дегені сол еді. Жоқ, Асылай жұмыс істемейді. Ол осы үйде отырғанда қалай отырады, солай ол жақта да үйде отырады, деді. Сенің қатының не қылсаң да, тіптен қатын жандысың. Жинақталыңдар, пәтеріңді тап, сосын көшіңдер. Асылайдан келген көрпе төсегі мен ыдыс-аяқтарың жетеді. Қалғанын тағы көре жатармыз. Сол түні Бектас ұйықтап қалғанша неше түрлі сөздер айтып, Асылайдың да мазасын алды. Сен сүмелек болған соң бізді шығарып жібергелі отыр. Осылай аяқ астынан далада қалғандай болғанымыз сенің кесірің. Қайдан ғана саған жолықтым. Асылай іштей тістеніп жата берді. Бірдеме десе көзінің отын жарқ еткізіп, ұрып жіберетін жаман мінезін біледі. Бірақ мына үйден адуын енесінен бөлек шығатынына да іштей қуанып жатты. Ең болмаса бір жақ миы тынып қалатындай. Күйеуі, қызы үшеуі ғана тұрса, өмірлері жақсы жағына қарай өзгерер деген үміті зор болып еді. Арада бір аптадай уақыт салып, Бектас пәтер тапты. Өз туыстарына қырын қарап жүріп, көшіп қонып алды. Асылайдың туыстары естіп, бір келіп өз үйлері болмаса да, асхана шкафтары мен кілем төсеніштерін жаңалап берді. Қайын жұрттың балаларын бөлек шығарғанда, үлкендердің батасын алғызып, Құран оқытып, еншісін беріп шығарып салар болар еді. Әйтеуір, бәрі дұрыс па? Неге апыр-топыр бөлек шығарып жіберді, деп еді. Асылай: осылай да дұрыс болды. Бөлек шыққаныма қуанбасам өкінбеймін. Уайымдамаңыздар, бәрі жақсы болады, деп мәз болып көтеріңкі отырды. Ана көңілі күпті болса да қызының қуанышты отырғанын көріп сабырға түскен еді. Не де болса бастарың аман болсын. Күйеуіңмен ауызбіршілікте бол. Күйеу баланың қабағы қатулы жүреді. Жұмысы қиын ба, әлде тез ашулана ма, бірдеме ғой. Кішкентай қызыңа дұрыстап қара. Өсіп келе жатқан қыз баланы қолғабысың болатындай ет. Денсаулығын да байқа. Тұмауратып көзі кіртиіп қалыпты. Тамақ ішу мен ұйқы режимін қадағала деп бар ақылын да назын да айтып қайтқан болатын. Ана көңілі бірдемеге алаңдаулы еді. Бірақ анасы мен қызы бір-бірімен ашылып толық сырласпады. Кішкентайын кәлескеге салып, анасын автобусқа мінгізіп шығарып салды. Сөйтті де жалдамалы үйіне тез қайтып келді. Біраз уақыттан кейін Бектас та жұмыстан келеді. Анасы келгенде жасаған тамағы артылып қалған болатын. Ас бөлмеге тасып бәрін жинақтап қойды да есіктің алдына шықты. Қаланың сыртқы жағы болған соң қымбат емес, шағын ғана 3 бөлмелі үй. Осы үй өзіміздікі болса, мынаның іші сыртын жайнатып қояр едім. Бектастың бір жағына шығып, жұмыс істеп, ақша тауып, үлкен үй салар едік. Осылай ойлап сыртқа шықты. Көктем мезгілі болған соң, есіктің алдына қаулап шөп өсе бастаған. Ары қарай жүріп еді, былтырдан қалған атыздар мен кішкене арықтарды байқады. Асылай өз үйінде әке-шешесімен бірігіп,
бау-бақша қарап үйренген еді. Арамшөптерді тазалау, көкөністерге қадақ қою, өсімдіктердің сабағын сымдармен шарбақтарға өрмелету, талдардың түбін әктеу, осының барлығын сыңары Арман екеуі жасайтын еді. 2 жыл қайын жұртымен бірге тұрғанда да атасы екеуі бақшаға қарайтын. Асылай қараған гүлдер жарқырап жайнап өсетін. Атасы Асылайдың осы қасиетіне риза болып, сенің қолыңның берекесі бар, мыналарды жайнатып жібердің дейтін. Айналаны қарап еді, қора қопсының арасынан күрек тұрма дегендер көзге түсе қоймады. Атыздар мен арықтарға өскен шөптерді бытырлатып қолмен жұлып бастады. Болмаған соң көршінің есігін қағып құрал-саймандар сұрап әкелді. Жұмыс істеген адамға уақыт тез өтеді ғой. 2 сағаттың ішінде кішкене атыздың жерін аударып, қалған арықтар да былтырғыдан қалып кеткен шөптердің қурағаны бар, жаңадан шыққан өскен арамшөптер бар, бәрін бір жерге жинап өртей бастады. Осы кезде қақпаны біреу қаққандай болды. Асылай күйеуі келген екен деп ойлаған. Бөтен бір кісі екен. Кірген бойда не от лаулап жатқан, түтін бұрқырап жатқан соң келдім. Тыныштық па деді. Асылай қысылып, сіз көрші боласыз ба? Біз жаңадан келген жалдаушылармыз. Мен есіктің алдын тазалап жатыр едім. Жермен жұмыс жасағанды ұнатам, бала кезім есіме түсіп. Солай ма? Есіктің алдын тазалау үшін шөп өртеп жатсаң жақсы. Бірақ абай болыңдар. Мен осы үйдің егесімін. Сенің күйеуің Бектас қой, менен кілт алған жігіт. Ол үйде ма? Жоқ, күйеуім жұмыста, қазір кеп қалады. Жарайды. Егер бақшамен айналысқан ұнайтын болса, дәндер мен тұқымдар әкеп берейін. Мына жерді ермек қыларсың. Асылай қуанып кетті. Жақсы болар еді, аға. Сізге қиын болмаса әкеле беріңіз. Егіп көрейін. Бірақ менде құрал-саймандарым жоқ. Мыналарды көршілерден сұрап алдым. Түсіндім. Бізде артық саймандар бар, қоса әкеп берейін деді. Жақсы, сау бол, айналайын деп кетіп қалды. Артынша Бектас та келді. Ол келесап Асылайдың жасаған тірлігін көрді де, кетпен тырма қайдан шыққан? Бізде ондайлар жоқ еді ғой деді. Асылай көршілерден сұрап алдым. Мына жердің шөп шаламы мен қоқысы көзімді жеп барады. Қолым болса бітіріп тастадым дегені сол еді. Үйіліп тұрған шөпті аяғымен бір теуіп шашып тастады. Немене жұрттың боғын жинап, сылпылдамай жайыңа жүрсең, болмай ма? Қарап жүрмей көршілеріңе барып, қайыршы ұқсап, әр нәрсе сұрап, саған біреу осы жер тазала деді ма? Қай үйде қандай еркек барын тексеріп келдің бәлде? Асылай күні бойы күші тасып, жер аударып, арасында ыңылдап әндетіп, көңілді жүріп еді. Бір мезетте мына айқай-шу дел салғып мазасын қашырды. Неғып тұрсың селтиіп, тамағың дайында, шаршап келдім деп түксиіп ішке кіріп кетті. Жуынып шайынып жайғасып болып жатыр екен. Мына кілемдер асхана жиһазы қайдан келген деп сұрады. Бағана мамам әкелді. Жаңадан бөлек шыққанымызға құтты болсын айта келіпті. Немересін көріп мәз болып қайтты. Саған да сәлем айтып жатыр. Біз бір өз үйімізге кіргенде жалдамалы үй ғой. Осы дүниемізге болатын еді ғой. Бірдеме әкелді деп сен де өзіңше мәз болып отырсың. Әне дүние деп өткенде үйдегі келіннің артынан келген қыз жасауын айтса болады. Үйді толтырып тіреп тастады. Менің інімнің бағы бар екен, сондай келіншек алған. Асылайдың күні бойы далада жүріп қарны аша да бастаған еді. Мына әңгімеден кейін тамағына тас тұрып қалғандай тәбеті жоғалып, шоқиып отырды да қалды. Шайыңды дұрыстап қойшы, неғып сіресіп отырсың? Неменеге тамақ жемейсің деп тағы тиісті. Асылай қарап отырмай, бағана мамам келгенде бұл тамақты тойып жеп алғам, өзің іше бер дегені сол еді. Қайта дүрсе қоя берді. Сен маған қалған құтқан тамақты беріп, далада селтеңдемей жаңадан ас пісірсең болмай ма? Өзіңді отырған жеріңде деп ұмтылып еді. Кішкентай қыз оянып кетіп қыңқылдай жылай бастады. Асылайды құтқаратын осы қызы. Бектас әйтеуір соңғы кезіне қызына ештеме демейді. Бірақ сол тырысқан бойда ас бөлмеден шығып кетті. Асылай ертесіне Бектас жұмысқа кетіп бара жатқанда, ақыры жерді аршып тазалап қойдым. Қызым екеуміз далада таза ауада жүріп, оны-мұны егіп тастайық. Күзде таза көкөністер жейміз деп, сол жерде жұмыс істеуге рұқсат сұрағандай жалынды. Бектас болса, істесең өзің істе, мен өзім жұмыстан өлейін деп келем. Жер деген еріккеннің ермегі ғой, соның бәрін базардан да сатып алып жесең болады. Қысқасы мені араластырма, өзің бастадың, өзің аяқта деп шығып кетті. Асылай үй үшін жинап болып жатқанда, кешегі үй иесімін деген көке келіп, тұқымдар мен құрал-саймандар әкеліп берді. Ештеме екпесе де есіктің алды мұнтаздай болып тазарып қалыпты. Өркенің өссін айналайын. Бір шаруаға ыңғайлы бала екенсің. Ал Аллам ісіңе береке берсін. Аяқ су анау каналдан есіктің алдына дейін келіп тұр. Суару жағынан қиындық көрмейсің. Ал мен кеттім деп қоштасып шығып кетті. Асылай үйдің күйбің тірлігі арасында өзінің күйеуінің мінез құлқы мен
Оның көңіл күйін қалай жөнге салсам болады, қайтсем өзгертемін деп көп ойланатын. Оның жанында қанша жайлы болған сайын соншалықты қатал, тіптен озбыр мінезі өзгермеді. Олай дейтіні, Асылайдың көктемнен бастап егіп баптап, жаздың басында гүлдендіріп қойған бау-бақшасын бір ашуланғанды таптап, үстіне ағаштар лақтырып кеткен. Менің бұл қанша уақыттан бергі еңбегім ғой деп шырылдағанына да қарамады. Әдейі ерегісіп тұрып таптап, гүлдеп тұрған көкөністер мен гүлдерді жайпап кетті. Асылайдың қолынан сол баяғыша жылауы ғана келді. Бір кезде, бұл өсімдікті қайтсын, мені де аямай ұрып тастайды. Маңдайыма жасқаны, осындай күйеу болса енді қайтейін. Мына кішкентай маралдым үшін шыдаймын ғой деді. Бірер күнде тапталған өсімдіктер де зорға бас көтерді. Асылайды қалыпты күндерін басынан кешіріп жүрген. Кешке қарай қайынатасы телефон шалды. Тездетіп үйге жетіңдер, құдалар келіп жатыр. Қалғанын сосын айтамын деді де тұтқаны қоя салды. Үшеуі жиналып үлкен үйге барады. Көшеге жақындай бере, милиция машиналарын көріп абыржып қалды. Үйге кіре бере қатты жанжалдасып жатқан дауыстарды естиді. Сөйтсе құдалар қыздарын алып кетейін деп жатыр екен. Қайнысын қолын артына қайырып, милиция машинасына салып алды. Енесі құдағайға жалынып жүр. Бір рет жастардың арасында түсінбестік болған екен. Бір айыбын кешіріңіз, менің балам білместік қылды деп еді. Құдағай де шап ете қалды. Мен сендерге қызымды ұрғызуға берген жоқпын. Бір рет қол көтерген адам тағы да қайталайды. Мен сендерге сенбеймін. Қызым айтып еді, енем мені күйеуіме айдап салады деп. Мән бермеп едім. Осыған жеткіздің деп дымдарын қоймай жатты. Жүгіріп күйеуі екеуі машинаға барып, қайнысынан жағдай сұрап үлгірді. Ол болса, ой қанымды ішіп бітті. Қайтетсе шешесінің үйіне кетіп қалады. Я уақытлы тамағы жоқ, я үйдің бір тірлігі бітпейді. Баяғыда жеңшем барда үйде бәрі дайын тұрушы еді деп едім. Жеңшеңді қатын қып ал деді. Сосын қолым тиді. Әрі қарай осы көріп тұрғандарың. Бұлардың түрі жаман, менің түбіме жетеді-ау. Милиция машинасымен қайнысын алып кетті. Бұрқырап артынан құда мен құдағиы қыздарын алып олар кетті. Құдағи кетіп бара жатып, саған медаль тағып ескерткіш орнату керек. Мынадай үйде келін болып отырған. Бірақ мен қызымды сен сияқты таяқ жегізіп жылатып қоймайым. Бұл жетім қыз емес деді. Сасқанынан Асылай, мен де жетім емеспін депті. Аузы ашылып тұр еді күйеуі. Құдағайдың әңгімесі саған қызық болып жатыр ма? Жүр үйге кірейік. Анамның жағдайын білейік деді. Үйге кірген бойда таза ашуын тырнадан алады дегендей енесі Асылайға бас салды. Риза болып қалдың ба? Сен ішіңнен дауа саған деп тұрған шығарсың. Мына мәселе шешілгенше осы үйде тұрыңдар. Сосын үйлеріңе қайтарсыңдар деп ысқырып, ұрсып та, нұсқау беріп те үлгерді. Осының бәріне тағы да Асылай кінәлі сияқты айқайлады. Түнімен дөңбекшіп аунап шықты. Менің өзім де, өз жұртымда да үй ішімізбен момын, тыныш қана адамдар болыппыз. Мен 2 жылдан асты. Осы үйде қанша айқайды, қаншама күйеуімнің ұрып соққанына шыдап келе жатырмын. Сырт көзге бәрі долаңсоқ, ессіз көрінеді. Бірақ өздері үшін бұлай қарсы тұру адамның ашумен көтерілетін мінезі болғаны керек-ау. Ай, бірақ мен күйеуімнің қасында сыйласып, адам құсап емес, қорқып өмір сүрем. Мен кетем десем, мені өлтіріп те жіберетін шығар. Маған не жетіспейді? Қорқақпын ба, момынмын ба, әлде ынжықпын ба? Әке-шешеме бір арыз шағым айтқан емеспін. Енді айтсам, олар сенбейтін де шығар. Әлде сенер ме екен? Сенген күнде де мен олардың жүрегін ауыртқым келмейді. Тағы басқа амалы болып қалар. Артын бағайын, күйеуім өзгерер деп ойланып жатып, әйтеуір көз ілінді. Ертесіне тағы ерте тұрып алып есіктің алдына шықты. Өз көзіне өзі сенбеді. Бау-бақшаның іші, есіктің алды әбден әбіржіп кетіпті. Түнде байқамаған екен. Осы кезде атасы шықты. Менің биыл қайта-қайта қан қысымым көтеріліп, есіктің алдына қарауға шамам келмеді. Сен барда білінбейтін еді, бір жағымды үлгіртетін едің. Мына ұлдардың іске қыры жоқ, әйтеуір отбасын асырап жүргендеріне шүкір деймін. Не керек? 2 аптадай уақыт Асылайдың миы су болып ағып кете жаздады. Қайнысы келді. Ол құдалардан кешірім сұрап уәдесін беріп, келінді қайта алып келді. Асылай мен Бектас өздерінің жалдамалы үйіне оралды. Үйдің егесі арасында бақшаны суарып тұрған сияқты жайқалып тұр екен. Бір күні сол кісі өзінің ұлын ертіп келіпті. Жас шамасы осы Бектастардай-ау. Мына есіктің алдында жайнап тұрған бақты, осыны жасап отырған жас отбасыны көрсетуге келдім дейді. Сөз арасында әлгі көкеміз, қызым-ай, өзіңнің кіші сіңілің жоқ па?
Мына балам бойдақ, өзің сияқты жібі түзу тәрбие көрген отбасымен құда болсақ, арманым болмас еді. Әйелім қайтыс болған, осы баланың қызығын көре алмай кетті. Бақыл болғыр, деп айтқаны сол еді. Мұның күйеуі ақырып берді. Сендер немене, бақша көреміз деп құдалыққа келіп пе едіңдер? Мүмкін менің әйеліме көзі түсіп жүрген шығар. Көкеміз шошып кетіп, қой айналайын, қай-қайдағын айтпа. Жақтырмасаң қайтайық. Жосықсыз әңгіме айтпаған едік тек, жылдамдатып шығып кетті. Асылай, үлкен кісіден ұят болды ғой, сонша айқайлағаны не? Сенің айқайыңды мен ғана көтеремін деп аузын ашып қалып еді. Келді де жуан жұдырығымен сабай жөнелді. Осылай болатынын біліп тұрса да сөйлеген еді. Ышқынып үйге қарай қашты. Ол соңынан қалмай көзі қызарып, өзі әбден шаршағанша титімдей келіншекті сабап тастады. Жаздың күні кешкі уақытта ашық есік терезелерден көршілер айқайлап, жылап шыққан дауыстарды естіп жетіп келді. Бұл жолы Асылайдың көкала қойдай болғаны былай тұрсын, мұрны сынып, екі қабырғасы сынған еді. Көршілер арыз тастады. Кішкентай Маралдымды да Асылаймен қалдырды. 2 айға жуық емнен кейін Асылай өз төркініне қайтты. Оған дейін ата-анасынан бөлек бұлар тұрған жалдамалы үйдің көкесі келіп жағдайын біліп тұрды. Асылайды үйіне дейінде осы көп жасағыр көкесіндей болып кеткен кісі машинасымен апарып салды. Енді Асылай заңмен ажырасуға бел буды. Оған да қол жеткізіп, біраз ес жиып, әке-шешесінің жанында болды. Жарты жылдан аса уақыт өткенде, сол баяғы көкесі болып кеткен кісі баласын ертіп келіп, қиылып отырып, Асылайдың қолын сұрады. Балам тұйық, көп сөйлемейді, бірақ сіздердің қызыңызды бақытты ете алады. Кішкентай қызды да өзімнің немерелерімнен кем көрмеймін. Астанада ұлымның өз пәтері бар. Тек қасына сенімді серік керек. Біз алыстан іздемей, өздеріңізбен таныс біліс боп қалдық деп, өздеріңізге келдік деді. Ұлының аты Ақболат екен. Ол да оншалықты тұйық болмады. Тек сабырлы, әр сөзін ойланып айтатын сыпайы адам болып шықты. Жарты жылдай осылай араласып тұрды. Асылай да өзіне келіп, бір шешімге тоқталды. Бір отбасылық қана құттықтау жасап, үлкендер батасын беріп, Асылай мен Маралдымды Ақболатқа қосып Астанаға шығарып салды. Ол жаққа барған соң Асылай көп оқыды, көп ізденді. Ақболат оған қаланың ортасынан гүлдер дүкенін ашып беріп, ол жақта үлкен оранжереясы болды. Бұрынғы өмірін ұмыттырып, жаңа әлемді көрсетті. Ақболат екеуінен 2 ұл дүниеге келді. Асылай бұрындары бұлайша рахаттана тынысын терең ала алмайтын еді. Өмірде адам орны мен ортасын таппаса, қандай қияметке қалады десеңізші. Өміріңе азап әкелетін адаммен бірге тұру тіптен қорқынышты. Кейін естіді, бұрынғы атасы қайтыс болыпты. Адуы ненесі ауырып төсек тартып жатып қалыпты. Ал бұрынғы күйеуі тағы бір үйленіп, бірақ тағы да сол мінезінен сотталып кетіпті. Асылай мұны айтып отырған адамға енді ол жақтағылар туралы ештеме айтпауын өтінді. Артынан ойлап қараса, олар қорқынышты ғана емес, дүниедегі ең сорлы, ең аянышты, ең бейшара адамдар болыпты. Оларға ондай өмір осы дүниенің сынағы болар, келесі өмірлерінде жаңаша болып, рухы жоғары дамыған адам болып келсе екен деп тілек тіледі. Осымен әңгімеміз аяқталды. Бұл біреудің шынайы өмір еді. Әркім қалай топшылайды, өз еркінде. Аудио әңгіме ұнаған болса, лайк басып, каналға тіркеліп өтіңіздер.